Саламатсыздар ма оқушылар? 10 сынып алгебра тригонометриялық теңсіздіктер тақырыбы бойынша оқулықтағы 21-де 5-ші есептің шығарылуын көрсетейін. Бұл жерден sin x көбейтілген косинус x артық 4-тен 1 теңсіздігін шығару үшін теңсіздіктің сол жағын ықшамдаймын формула бойынша. Бізде мынадай формула бар. 2 синус x көбейтілген косинус x дегеніміз синус 2x деген қос бұрыштың формуласы бар. Бұнда мына бізде теңсіздігімізде мына жерде 2 жоқ болғандықтан мына екінші теңдіктің екінші жағына бөліп жіберейін. Сонда синус x көбейтілген косинус x тең болады 2-ден 1 синус 2x. Олай болса мынаның орнына мен 2-ден 1 синус 2x-ті мынаның орнына қоямын. Сонда 2-ден 1 синус 2x артық 4-тен 1 деген теңсіздік шығады. Мына 2-ден 1-ден құтылу үшін екі жағын 2-ге көбейтіп жіберемін. Сонда мен мынаны 2-ге көбейтсем синус 2x қалады. Артық мынаны 2-ге көбейтсем 2-ден 1 деген қарапайым теңсіздік шығады. Енді бұл теңсіздікті шығару үшін синустың ширектердегі таңбаларын қолданамын. Бірінші, екінші ширекте оң, үшінші, төртінші теріс. Және мына схеманы қолданамын. Енді бізде мына 2-ден 1 оң сан болса, мен мына схема бойынша мына 2 бірінші және екінші ширекті аламын. Яғни мынаумен мына арасын қосамын. 2-ден 1 сызығы деп айтуға болады, болмаса. Енді мына альфаның мәнін тауып аламыз. Жердегі альфаның мәнін табу үшін арк синус 2-ден 1-дің мәнін табамын. Ол дегеніміз пи бөлінген 6. Сонда мына жердегі мән пи бөлінген 6. Енді мына жердегі мәнді табу үшін пиден пи бөлінген 6-ны алып тастаймын. Ол дегеніміз 6 пиден 1 пиді алсам 5 пи бөлінген 6 болады. Сонда мына жердегі мән 5 пи бөлінген 6, мынау пи бөлінген 6. Енді бізге теңсіздіктің мынау бағытын қарайық. Бізде артық 2-ден 1-ден артық жоғары жағы болады. Жоғары жағын штрихтаймын. Мына аралық. Енді жауап жазған кезде сағат тілінің бағытына қарсы пи бөлінген 6-дан 5 пи бөлінген 6-ға дейін деп жауап жазамын. Мына саннан мына санға дейін жазайық. Пи бөлінген 6-дан плюс 2 пиін. Енді бұл теңсіздікте мына жерде x-тің орнында 2x тұрғандықтан ортаға 2x жазамын. 5 пи бөлінген 6-ға дейін 2 пиін. Енді екі жағын 2-ден 1-ге көбейтіп жіберемін. Ортада x қалғанша өрнектеймін. 2-ден 1 көбейтсем, мынаны 2-ден 1 көбейтсем пи бөлінген 12 плюс мына 2-ден 1 көбейтсем пиін. Ортада x қалады. 2-ден 1 көбейткенде мынау 5 пи бөлінген 12 болады. Плюс pn деген мынау бізде есептің жауабы болып табылады. Ары қарай кеттік. Енді екіншісі, мынау бізде бұл да формулаға келіп тұр. Бізде косинус квадрат x минус синус квадрат x дегеніміз косинус 2x деген қос бұрыштың формуласына келді. Олай болса мынаның орнына мен косинус 2x қоямын. Кіші немесе тең 2-ден 1 деген қарапайым теңсіздік шығады. Енді косинусқа байланысты теңсіздік болғандықтан косинустың ширектердегі таңбаларын және мына схеманы қолданамын. Енді мына 2-ден 1 деген бізде оң сан болғандықтан мына бірінші және төртінші ширекті қолданамын. Бірінші бұл енді қоюден келік, немесе тең деген шарт бар. 2-ден 1 сызығын жүргіземін. Енді қай жағын штрихтаймын? Мынадан бізде 2-ден 1-ден кіші санда мына косинус 2x бізде кіші болу керек. Кіші деген мына сол жағын штрихтаймын мына жағын. Және мына жердегі сандарды тауып алайын. Бізде мынау альфа ма? Альфаның мәнін табу үшін арк косинус 2-ден 1 деген мәнін табамын. Бізде арк косинус 2-ден 1 ол пи бөлінген 3 болса, ал мына жердегі сан минус альфа болса, минус пи бөлінген 3 болады екен. Енді бізде жауап жазған кезде мына пи бөлінген 3-тен былай қарай сағат тілінің бағытымен мынадан пи бөлінген 3-тен минус пи бөлінген 3-ке дейін. Бізде мына сан кіші болу керек, мына сан үлкен болу керек, баратын саным стрелканың бағыты баратын сан үлкен болу керек. Сондықтан мына санды үлкейту үшін минус пи бөлінген 3-ке мен 2 пиді қосып жіберемін. Ортақ бөлім 3, 6, 6-дан 1 аламын. 5 пи бөлінген 3 болады. Олай болса мен мына жерге минус пи бөлінген 3 емес, 5 пи бөлінген 3-ті қояды екен. Сонда пи бөлінген 3-тен 5 пи бөлінген 3-ке дейін болады жауап. Ал жазайық жауабын. Пи бөлінген 3 плюс 2 пиін теңсіздік жерде 2x болғандықтан ортаға 2x жазамын. Қатаң емес теңсіздік. 5 пи бөлінген 3 плюс 2 пиін. Енді мына ортада 2-ден 1 x қалу үшін екі жағын 2-ден 1-ге көбейтіп жіберемін. Сонда пи бөлінген 6 мынаны 2-ден 1 көбейтсем, плюс мына 2-ден 1 көбейтсем пиін болады. Мынау x болады. 5 пи бөлінген 6 болады. Плюс pn деген есептің жауабы болып табылады екен. X-ін алып тастап, мынаны тік жақшамен де жазуға болады екен. Ары қарай келесі. Үшінші, бұл да бағанағы бірінші өрнек сияқты қос бұрыштың формуласы бізде былай бағана бүйтіп жаздық. Синус x көбейтілген косинус x дегеніміз 2-ден 1 синус 2x деп жаздық қой. Олай болса мына x-тің орнында бізде 2x тұр. Сондықтан мына өрнектің орнына түгелмен 2-ден 1 синус 4x деген мән жазамын. Кіші немесе тең 4-тен 1. Енді екі жағын 2-ге көбейтіп жіберемін.
Сонда мынау синус 4х кіші немесе тең 2-ден 1 деген қарапайым теңсіздік шығады. Енді бұл теңсіздікті шығару үшін синусқа байланысты болғандықтан синустың шеректердегі таңбаларын қолданамын. Мынау бізде оң болғандықтан мынау оң нені плюс болатын шеректерін қолданамын. Мынау 2-ден 1 сызығын жүргіземін. Енді мына жерде альфаны табу керек. Альфа дегеніміз арксинус 2-ден 1-дің мәні ол бізде пи бөлінген 6 болады. Олай болса мынау пи бөлінген 6. Мына жердегі санды табу үшін пиден пи бөлінген 6-ны алып тастаймын. Ол дегеніміз бізде 5 пи бөлінген 6 болады. Енді мына теңсіздіктің бағыты бойынша мынау бізде 2-ден 1-ден кіші болса біз төменгі жағын штрихтаймын. Төменгі жағын штрихтаймын. Жауап бізде сағат тілінің бағытына қарама-қарсы мынадан былай қарай. Яғни мына 5 пи бөлінген 6-дан пи бөлінген 6-ға дейін болу керек. Бізде мына сан кіші болу керек, мына баратын саным үлкен болу керек. Сондықтан мына санды мен кішірейтемін. Ол үшін 5 пи бөлінген 6-дан азайтамын 2 пиді. Сонда мынау 6, 12, 12-ден 5 алатын болсам 7, минус 7 пи бөлінген 6. Сонда мынау 5 пи бөлінген 6 емес, мынау уже менде 7 пи бөлінген, мына жер сонда минус 7 пи бөлінген 6 болады мына жердегі сан. Сонда жауап минус 7 пи бөлінген 6-дан пи бөлінген 6-ға дейін болады. Сонда минус 7 пи бөлінген 6 плюс 2 пи n, ортада менде 4х болады, кіші немесе тең пи бөлінген 6 плюс 2 пи n болады. Енді теңсіздіктің екі жағында 4-тен 1-ге өтіп жіберемін. Сонда мынаны 4-тен 1-ге өтсем минус 7 пи бөлінген 24 плюс мынаны 4-тен 1-ге өтсем пи n бөлінген 2 болады. Немесе мынаны былай да жазып жіберейік. Мына 4-тен 1-ге өтсем x қалады, ортасына x-ны алып тастасам пи бөлінген 24 плюс пи n бөлінген 2. Мынаны тік жақшамен былай да жазуға болады екен. Қарай келесі 4-шісін қарастырайық. Бұл да бағанағы екіншісі сияқты қос бұрыштың формуласы. Мына косинус 2х-ті береді бізде. Косинус 2х артық 2-ден 1 теңсіздігін шығарамыз. Косинусқа байланысты теңсіздік болғандықтан косинустың шеректердегі таңбаларын қолданамын. Және мынау 2-ден 1 болғандықтан мен оң мәндерді қарастырады екенмін. Енді 2-ден 1 альфаның мәнін тауып алайық. Арккосинус 2-ден 1-дің мәні бізде пи бөлінген 3 болады. Сонда мына жердегі мәні менде пи бөлінген 3. Жерде 2-ден 1 сызығын жүргізіп қояйық. Пи бөлінген 3, міне минус альфа болса, мына минус пи бөлінген 3 болады. Енді менде теңсіздіктің бағыты артық, косинустың артық болатын жағы, оң жағы. Мына жағын штрихтаймын. Так, жауап менде сағат тілінің бағытына қарама-қарсы былай жүреді. Минус пи бөлінген 3-тен плюс пи бөлінген 3-ге дейін. Мынау бізде кіші болу керек, мынау баратын саным стрелкінің бағытымен, мынау үлкен болу керек. Ол шарт орындалыпты. Бірден жауабын жаза беремін. Минус пи бөлінген 3 плюс 2 пи n, ортада 2х болады. Мына жерде пи бөлінген 3 плюс 2 пи n, екі жағын енді мына жерде x қалғанша бөлінектеймін. Сондықтан 2-ден 1-ге өтіп жіберемін. Сонда мынау пи бөлінген 6 минус пи бөлінген 6 плюс пи n. Мынаны 2-ден 1-ге өтсем x қалады, алып тастап бірден пи бөлінген 6 плюс